Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше ертегімізді бастайық. Бүгінгі біздің тыңдайтын қызықты ертегіміз Қыпша деп аталады. Ендеше құлақ түрейік. Бұрынғы заманда бір саудагер өте дәулетті бай болыпты. Бұл саудагер байлықпенен дүниедегі не түрлі асылдарды, қайдағы адам таңғаларлықтай заттарды жинай беріпті. Бай айналасын кең, биік қылғызып қорған жасаттырып, не түрлі адам көрмеген заттарды қорғанның ішіне жайып, шәрі халқын шақырып, қонақ қылып, жиналған дүние мүлік, асыл қазыналарын тамаша үшін халыққа көрсетіп, осы дүние жүзінде менде жоқ зат бар ма? Басқа заттардан менде жоқ заттар болса айтыңыздар, мен оны тауып аламын, деп сұрайды. Жиылған халық естіп көрмеген заттарды көріп қайран қалып, дүние жүзінде сізде жоқ асыл зат болмас десіпті. Мұндайда дүние мүлік жинаған адам болады екен-ау, деп қайран қалыпты. Сонда бір адам отырып, «Ей байеке, енді мұндай 10 есе дүние жинасаңыз да, Қыпшаға жетіп жатқан жоқ», депті. Сөйтіпті де ол кетіп қалыпты. Саудагер ары-бері ойланып, мен мұнша дүниені жинағанда Қыпшаға жетпейтін бұл Қыпша деген қандай зат екен? Мұны мен іздеп таппасам, бұл дүние малды несін жинадым? Сол Қыпшаның не зат болса да, осы дүние жүзінде болса тауып аламын, деп 80 қашырға гауһар артып, ділдаларды артып, қасына жолдас ертпей, жалғыз өзі шәріден шығып кетеді. Елінен ұзап шығып алғанда ой түсіп, бұл Қыпша адам емес шығар. Егер адам болса, айтқан адам пәлен жердегі сондай бір сұлу дер еді. Жанды зат болса пері болар ма? Жоқ әлде жансыз бір асыл ма екен? Апырмау, сол Қыпшаның не зат екенін, қай жақта екенін сұрай алмай, осы жүрісім қай жүріс? Енді елге қайтып барып, анығын сұрасам қайтеді? Деп ары-бері ойланып, енді қайтып барғаным елден ұят, не де болса іздеп көрейін, деп бет алдыға қаңғып, айдын ай, жылдан жыл жүре беріпті. Көрінген адамнан Қыпшаны білесіңдер ме? Деп сұраса, адамдар білмейді. Бір кезде бір шәріге келіп, әркімнен сұрап жүрсе, бір сақалды адам кезігеді. Саудагер, ата, Қыпша дегенді естуіңіз бар ма? Деп сұрайды. Әлгі, Қыпшаны неге сұрайсың? Қыпшаны қалай естің? Дейді. Саудагер болған оқиғаны түгел сөйлеп береді. Сақалды адам саудагерге біраз қарап тұрып, сұрап жүрген Қыпшаңды тауып берсем, не берер едің? Дейді. Сөзіңіз рас болса, 80 қашыр алтын жамбы гауһарым бар, соның барлығын берейін, дейді. Шал, үйім пәлен жерде, кешке кел, бірақ та менің әміріме бойсынасың, дейді. Саудагер болады деп келісіп, барлық дүниелігін өткізіп беріп, бұл Қыпша деген не зат екен, енді не де болса болары анық, деп Алла не жазса соны көремін, деп кеш болғанда шалдың сарайының есігіне барады. Сол кезде шал қақпасын ашып, саудагерге дымыңды шығарма, деп қылышты шығарып алып, бүркенген бір адамды сарайынан
алып шығады да саудагердің қасына келген соң, дыбыстарың шықса, бастарыңды шауып жіберемін, деп екеуін айдап отырып шәрінің сыртына шығарып, бір қанша жерге дейін айдап келіп, саудагерге: «Ұста мына қолдан, таң атып күн шыққанша көруге және жауап қатуға болмайды. Ал кетіңдер», деп өзі сол жерде қарап тұрады. Саудагер бір адамның қолынан жетелеп келе жатып: «Қыпша дегені адам болды ғой. Бұл соқыр ма, пұшық па? Дүние қазынамды сарп қылып қанша бейнет көргенімдегі тауып алған Қыпша қандай адам болып шығар екен?» деп ойланып келе жатып күрсініп қалыпты. Сонда жетелеп келе жатқан адамы: «Қорықпаңыз», деп қояды. Дауысын байқаса әйел дауысы. Таң атып күн шыққанда бір бастауға келіп, саудагер: «Енді не де болса көрейінші», деп бетін ашып жібергенде, күндей жарқ етіп түсіп, саудагер талып қалады. Қыпша саудагердің бетіне су бүркіп, есін жиғызып алып, өзінің тарихын сөйлей бастайды. «Мені сізге берген шал менің шешемнің ағасы. Менің әкем де, шешем де бір жасымда өліп, мен нағашымның қолында қалыппын. Мен 2-ден 3-ке шығарғанда нағашым: «Осы балам бөлекше адамзатқа көрсетпей бағамын», деп елге мені өліп қалды деп хабарлап қояды. Сонымен нағашым түпкі 4 үймен жалғастырып, маған арнап жекелеп бір үй салады. Менің бөлмемнің есігі түпкі үйдің төрінен төмен түсіп, менің үйімнің есік жағынан басқышпен өріліп шығатын етіп жасаған. Қора мен дарбазаны мықты, биік етіп жасап, күндіз-түні қақпаны 1 минут ашық қоймайтын болған. Кісі жоқта үй ішімізбен бірге отырамыз. Сырттан келген адам есік қақпайтын амалы жоқ. Сонда мені басқышпен өз бөлмеме жіберіп, келген адамдарға сонан кейін қақпаны ашып кіргізіп тұрады. Нағашым өзі оқытып, өз білген түгел білгізді. Мені сондай етіп бағуменен нағашымның үй ішінен басқа, сізден басқа адам баласы көрген емес. Мен биыл 18-демін. Осыдан 3 жыл бұрын нағашымның алыс жердегі бір қимас досы келіп, екеуі төр үйде сөйлесіп отырғанда, нағашым: «Беттейінен бағып, желге құсқа тегізбей өсірген алма әбден піскенінде жеуге қимағаннан қиын нәрсе болмайды екен. Бізге сондай бір уайым кезіккеніне 1 жылдан асып барады», деді. Сонда нағашымның досы: «Досым, ондайлық жеуге қимайтын алманың қолға келуі оңай емес. Алла тағала қимастай етіп қолға береді. Алланың төтенше берген бір рахымы. Алманы тәрбиелеп, әбден піскенде өзінің жарауындағы бетіне қарай бейімделмесеңіз, дер кезінде алмасаңыз, дүниеге келіп, одан өткен соң жаралмаған өлі бір зат болады да қалады. Соның үшін сіздің бұл ойыңызға қосылмаймын», деді. Нағашым үнсіз отырып қалды. Келген мейманменен барлығы тамаққа отырғанда, бір ыдыстағы асты нағашы шешем байқамай, «Мынау Қыпшанікі» деп қалды. Нағашымнан басқа жағдайды ұққан досы нағашы апамнан менің атымды естіп қалып еді. Менің бөлмемнің керегесі өте жұқа болған үшін төр үйдегі сөйлеген сөздерді анық естіп отыратын едім. Менің атымды сол адамнан басқа дүниеде адам баласы естпеген, және де менің дүниеде бар екенімді де ешкім білмейтін еді. Сіз мені анық іздеп келсеңіз, сол адамнан естіп келесіз, депті. Саудагер Қыпшаны көргенде, Қыпшаның не зат екенін білмей келгенін түгел айтып беріпті. «Қыпша, Алла басында мені сізге қосылуды нәсіп қылған екен.
енді еліңізге тартыңыз, деп екеуі еліне қарай келе жатып, жолда бір шәріге келіп тоқтайды. Екеуі кеңесіп, осы шәріде біраз тоқтап демалалық деп бір үйді пәтерге алып, өздерінше бір үй болып отырады. Қыпша бетіне перде жауып жүріп, бір адамға көрсетпей сақтануда болады. Қыпша бір күні: «Бізде аз тұрсақ та қаражат керек қой», дейді де, бір орамал тігіп, базарға апарып сатып кел деп еріне береді. Саудагер базарға шығарғанда, базардағылар таласып, ақыры бір бай саудагер қымбат бағамен сатып алады да: «Осындай орамалдар болса, қанша болса да мен ала беремін», депті. Орамал өте қымбат бағаға нарқы кесіліп, Қыпша күн сайын бір орамал шығарады да, бір айдағы сатылуын орамалдың сомасы бірнеше мың ділда болып кетіпті. Бұлар артықша пайдаға қызығып, осы шәріден бір үй салмақшы болады. Қаражат жеткені үшін қорасын мықты етіп өте жақсы үй салдырады. Қора жай біткен соң, өз үйлеріне көшіп шығып, Қыпша еріне: «Осы қораға адам баласы кірсе, өмірлік өкінішке қаламыз, өте сақ боларсыз», депті. Құрметті оқырмандар, бүгін біздің ертегіміз осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Ертегінің келесі қызықты бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.